Келесі 246 есебіміз суреттегі координаталық түзудің бойында белгіленген нүктелердің координаталарымен жазыңыздар деген. Яғни 0 мен 1-дің арасында орналасқан келесі санымыз 0,1 болады. 0,2, 0,3, 0,4. Сонда еміз 0,5-ге тең болады екен. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 және 1 болады. Бұл жерде Е нүктесі, Д нүктесін жазайық. Д нүктесінің координатасы 0,1-ге тең. Келесі Е нүктесінің координатасын жазақ 0,5-ге тең болады екен. Келесі F нүктесінің координатасын жазатын болсақ 0,8-ге тең екен. Енді минус аралығын қарайық. Минус 0,1, 0,2 болсанда минус 0,3-ге тең болады. 0,4, 0,5, 0,6, сонда минус 0,7-ге тең болады. 0,8, 0,9 және А нүктесі 1-де орналасқан екен. Енді С нүктесінің координатасы минус 0,3-ге тең. В нүктесінің координатасы ол бізде минус 0,7-ге тең болады. Келесі А нүктесінің координатасы минус 1-ге тең екен. Келесі 247 есебіміз біріншісін шығарайық. X-ті табыңыз дейді. Минус X тең 15,7-4. Яғни X санымыз сонда тең болады минус 15,7-4-ке. Келесі екіншісін шығарайық. Екінші минус X тең минус 0,18. Сонда X санымыз 0,18-дің 10 мәнін қабылдайды. Сонда 0,18-ге тең екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Үшіншісі минус X тең минус 4,3-1. Сонда X саны тең болады бізде 4,3-1-ге. Келесі төртіншісін шығарайық. Минус X тең 6-дан 5 азайтылған 9-дан 1. Ортақ бөлім береміз. 18 санынан берейік. Сонда 3 болады. Мына жағымыз 2 болады. Сонда минус X тең 18, 15-тен 2-ні азайтатын болсақ 13-ке тең болады. Сонда X-іміз тең болады минус 18-ден 13-ке. Келесі бесіншісін шығарайық. Минус X тең минус 7,2-ке. Сонда X-іміз тең болады 7,2 санына. Келесі алтыншысы минус X тең 8-ден 3 қосылған 6-дан 1. Ортақ бөлім берейік. 24 санынан 4 болады. 3 болады. Сонда минус X тең 24-тің өзі болады. 9-ға қосамыз 4-ті. Сонда 13-ке тең болады екен. Сонда X тең минус 24-тен 13-ке. Келесі 248 есебіміз. Бірлік кесіндер ретінде дәптердің 5 төркөзінің ұзындығын алып, F, K, N, P, T нүктелерін орналастырыңыздар дейді. Яғни минус 1 мен 0-ның арасы 5 төркөзден орналасқан. K нүктесі минус 2-де орналасты. F нүктесі минус 1,5-тен 2-де орналасқан екен. Ал P нүктесі минус 1-ге шамалы жақындайды, яғни минус 5-тен 4-те орналасқан. N нүктесі 10 аралықта 0-дің қасында орналасады, 5-тен 1-де орналасты. Сонымен T нүктесінде белгіледік. Келесі 249 есебіміз. Координаталық түзудің сызып, оның бойымен мына нүктелерді белгілеңіздер. Яғни P нүктесі минус 7-де орналасқан, R нүктесі минус 4-те, O нүктесі 0-де орналасқан, C 2-де, E 5-де, N 7-де, T деп отқанымыз 9-да орналасты. Егер дұрыс орналастырсаңыздар, 100-ден 1-дің математикалық атауы оқисыздар дейді. Мына математикалық атауы процент деген сөз екен.
Келесі 250-ші есебіміз. Тура теңдіктерді жазыңыздар дейді. Бізде бірінші есепте 2 минус қатар келген, 2 минус қатар келсе ол плюс болады. Сонда бірінші есебіміз тура теңдік болады екен. Минус 3,7 тең бізде 3,7-ге. Келесі екіншісінде бірі минус жақшаның ішінде, бірі плюс. Бұл бізде минус санды қабылдайды. Екінші бізде тура теңдік бола алмайды. Үшіншісінде минус пен плюс қатар келсе, ол минус санды қабылдайды. Сонда үшінші минус плюс 8 тең ол бізде минус 8-ге. Немесе плюс 8-дің қарама қарсы саны минус 8-ге тең деп айтылсақ болады екен. Келесі төртіншісіне қарайық. Төртіншісіне 2 минусымыз плюс болады, ол бізде тура теңдік екен. Сонда минус 9,6-5 тең ол бізде 9,6-5-ге. Келесі алтыншысына қарайық. 2 минусымыз плюс болады, сондықтан да ол тура теңдік бола алмайды. Келесі алтыншысына қарайық. 1 минус 1 плюс ол минус таңбаны қабылдайды, сондықтан да алтыншысы тура теңдік бола алады екен. Плюс 12,4. Сонда ол минус 12,4-ге.